Сәлем достар, бүгін мен сіздермен ягодный шайдың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге лимон, науат, мята, клубника, малина, қара шай және кез келген ароматный шай керек. Барлығын шайнегімізге саламыз. Достар, науаттың орнына қант салсаңыздар да болады. Және де сіздерде ароматный шай болмаса, салмасаңыздар болады, ол міндетті емес. Үстіне қайнап тұрған суды құйып 5 минутке қойып қоямыз. Ягодный шайымыздың құрамын төменге описанияға жазып кетемін. Ягодный шайымыз дайын болды. Жасалуы қиын емес, жасап көріңіздер, ас болсын.